Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен күріш қосылған ганфан тағамын жасау рецептімен бөлісемін. Ол үшін бізге 800 грамм ет, 1 қызанақ, 2 сарымсақ бөлігі, 1 пияз, 1 баклажан, 1 сәбіз, 3 картоп, 2 ас қасық ас тұзы, жарты шай қасық қызыл бұрыш, қара бұрыш, кориандр және кептірілген аскөк қажет. Пиязды жұқалап турап аламыз. Сәбізді ортасынан бөліп тураймыз. Қызанақты текшелеп тураймыз. Баклажанды текшелеп тураймыз. Картопты қиғаштап турап аламыз. Сарымсақ бөліктерін жұқалап тураймыз. 200 мл қызып тұрған майға етті қуырамыз. Үстінен пиязды саламыз. Қызанақты салып қуырамыз. Сәбізді салып жақсылап қуырамыз. Баклажанды салып қуырамыз. Үстінен тұзды, дәмдеуіштерді және сарымсақты қосып қуырамыз. Барлық құрам жақсылап қуырылғаннан кейін үстіне картопты салып қуырамыз. Енді үстіне 1 литр су құйып, орташа отта 30-40 минут қайнатамыз. Енді күрішін пісіріп аламыз. Ол үшін бізге 500 грамм күріш, 1 ас қасық тұз, 100 мл май және жарты литр су қажет. Қызып тұрған майға күрішті салып, жақсылап қуырамыз. Үстіне тұзды салып, жақсылап араластырып, жарты литр ыстық су құямыз. Он 15 минут баяу отта пісіреміз. Күрішіміз дайын. Асымызды өз қалауымызға сай безендіріп дастарханға ұсынамыз. Асымыз дайын, астарыңыз дәмді болсын. Егер рецепт ұнаса, тіркеліп, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар.